келін мен ене Ибрахим үйленеді. Бір қарайды, келін мен ене ұрысып қалған да. Ибрахим қай тарапты ұстанады? Шешесі жағын ұстанатын болса, әйелі өкпелеп қалуы мүмкін. Сосын әйел өкпелеп қалса, ыңғайсыз болып қалады. Енді махаббаты ғой жаңағы. Әйел жағына шықса, шешесі жаңағы ақ батасын бермей қояды. Не істеу керек деген ол. Бұда да өгізді өлтірмеу, арбаны сындырмаудың жолы. Ибрахим үйленген уақытта егер екі жақ ұрысып қалса, жалпы бұл әйелдердің ісіне араласпау керек. Бұл өздерінің әңгімесі да. Оның сен араласқанда не істейсің? Оны түсіне алмайсың да. Араласқанда түсіне алмайсың. Өйткені ененің өзінің иштихады бар, көзқарасы бар. Мына жақта қыздың да, келін болып түскен қыздың да өзінің бір иштихаты бар да. Ұстанымдары. Сондықтан бұларға өз еріктеріне қойып араласпайсың да. Сосын қалған уақытта да әлгі әйеліңе дұрыстап жайлап айтумен, хикметпен, егер түсіне алмаған жерде де хикметпен бұлардың шешу жолдарын қарастырасың да. Егер бұл ұзап кететін болса, жылдарға айналатын проблема болса, оның түбі негізінде сол Ибрахимнің өзінен келіп тұр деген әңгіме да. Ибрахим келіп тұр. Егер Ибрахим мықты болса, сен мықты болсаң, еркек мықты болса, ол жаңағы келін мен ененің арасында дау шықпайды.